It's about energy. Energy of motion. Energy of revelation. Energy of feelings. Energy of creation. Energy of life. Astana Future Energy. Экспо 2017 танауға тақалып қалды. Әлем көз түскен көрмені өткізу бізге, яғни жастарға жүктеледі. Экспоға бір көмегім тисе екен деген Атырау жастары қазір Премьер Атырау ғимаратында. Еріктілер корпусын даярлау бүгінгі кездесудің басты мақсаты. Әрине, Экспо әлемдік сарапшылардың бағасын алады. Алдымен атыраулық еріктілер республикалық ірі форумдарда сыналады. 2014 жыл Атырау үшін жемісті болмақ. Сәуірде Қазақстан президент жанындағы жастар саясат жөніндегі кеңестің отырысы өтеді. КР-дің барлық аймақтарынан жүздеген жас өкілдер жиналады. Одан өзге бірнеше деңгейдегі басқосулар өтеді. Сондықтан еріктілер корпусының тұсауын кесуге тренерлер түрлі саладан терілді. Нелли Куликовских психология ғылымдарының магистрі. Еріктілердің моральды саулығын сауықтырады. Алғашқы сабақ психофизикалық жігерді жанады. Волонтером может стать молодые люди, более коммуникабельные, более развитые к языку, более с желанием помочь своей стране. Ерікті кім бола алады? Яғни көзі ашық, елін сүйген азаматтар еріктілер болып табылады. Супер, хороший ответ. Негізгі біздің мақсатымыз Экспо болатқан 17 бұл Қазақстанды ең алдымен сіздер бәріңіз келісетін боларсыз, дүниежүзіне көрсете алу да. Бізде Қазақстанды дүниежүзіне көрсету, бізде біріншісі емес. Сосын екіншісі бұл Қазақстанды дамыту, және оның экономикасын дамыту, және ол технология жағынан барлық сферада дамытуы. Еріктілердің ойы бір. Экспо бұл көрме. Көрме Қазақстандық келбетті әлемдік қауымдастық алдында жарнамалау. Яғни қазақ елін мәдени, технологиялық, экономикалық дамыған ең жоғары елдердің қатарына қосу ұлтжанды еріктілердің бүгінгі мақсаты. Тренингке тек қана үздіктер бас қосты. Көпшілік арасында өзін-өзін ұстану этикасы, фотоөнердегі үздік әдіс-тәсілдерді қолдана білу, жас әлеуметтік желілерде парақшылардың танымалдығын арттыру мәселелері сөз болды. Геометрия.ру желісінің кәсіби фотографы, қаламыздағы өкілі сөз алды. Типичный Атырау паблигінің әкімгерлері шеберліктерімен бөлісті. Атырау қаласының тарихымен де таныстырылды. Облыстық өлкетану мұражайының экспедиторлары құрметті қонақ болды. Геометрия.ру ең ірі фотохроника жинақталған сайт. Глобалды тұрғыда моданы, мәдениетті, ақсүйектердің өмірін таспалайтын мега жоба. Сайт Ресейді ғана емес, Қазақстанды да қамтиды. Фотография – это искусство, которое требует определенной подготовки. То есть, если волонтеры будут владеть определенными навыками правильного и грамотного фотографирования, это не будет лишним. Поэтому я постарался передать азы выбора ракурса и азы, то есть настройки фотоаппарата при съемках при тех или иных условиях. Ну, скорее всего, эту профессию не я искал, а профессия нашла меня. Так сложились обстоятельства, и однажды, взяв в руки фотоаппарат, я на самом деле не смог с ним расстаться, потому что, это затягивает, и это творчество. А творчество, оно, как правило, остается с человеком навсегда. Это очень сложно прекратить, и, наверное, скажем так, творчество контролирует меня, нежели я контролирую свое творчество. Жоба жалқауларды емес, жаны таза ұлтжанды ұрпақты біріктіреді. Атырау қалалық жастар ресурстық орталығы бастаманы жыл бойы жалғастырады. Айбаты арыстандай, қайраты жолбарыстай, қанаты қырандай көкке өрлеген көп қазаққа баба рухы сеніммен қарай. Ел баласы да ертеңіне сенімді, түтініміз түзушісіндей. Қазір шеберлік сыныптар жалғасуда. Типичный Атырау паблигінің әкімгерлері сөз алуда. Олардың ойынша әлеуметтік желілерде қоғамдастықтарды, жастардың қоғамдастықтарын қалыптастыру үшін ең алдымен оның тақырыбын сауатты қойып, одан кейін оның қаралымын арттыру қажет. Яғни әлеуметтік желілерде, ВКонтактеде, Твиттерде, Фейсбукте сауатты жарнамалау керек. Кейін суперсоник бишілері ортаға шығып өзінің өнерлерін көрсетеді және би өнер жөнінде зор мағлұмат беретін болады. Келесі кездескенше.